Армысыздар, құрметті көрермендер, қазір озық технологияның көмегімен бәрін істеуге болады. Әсіресе медицина саласында мүмкіндіктерге жол ашылды. Айталық, бұрын инсульт алған адамның көбі мүгедек болып қалатын. Қазір олай емес. Дер кезінде көмек берілсе, жағдайды дұрыстап алуға болады. Мұның бәрі отандық медицинаның жетістігі екені анық. Осы орайда студиямызға белгілі нейрохирург Мыңжылқы Бердіқожаевты шақырдық. Біз бүгін еліміздегі медицинаның жай-жапсары туралы әңгімелесетін боламыз. Мыңжылқы Сайлауұлы, шақыруымызды қабыл алғаныңыз үшін көптен көп рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз жақсы ма? Сәлеметсіздер ма? Осы подкаст көріп отқан телекөрермен. Халым бәрі жақсы. Енді кешкі уақыт қой, жұмыстан кейін сәл шаршаңқыраған дауыста естілуі мүмкін. Жалпы көңіл күйім жақсы. Бізде де жақсы, бізді көріп тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Әлеуметтік желілерде жиі белсенді лайк басып отырасыз. Мыңжылқы Бердіқожаев лайк басты деп деп келіп жатады ақпарат. Әңгімемізді сіздің есіміңізден бастасақ деп отырмыз. Мыңжылқы деген жалпы ерекше есім ғой. Оның тарихымен бөліссеңіз, кім қойды? Созақта Мыңжылқы деген жер бар. Мыңжылқы деген тау, оның басқаша Келіншек тау дейді. Ол жердің өзінің аңызы бар. 77 жылы мен үлкен ағам шетінеп кеткен кезде әкем мен анам сол жаққа концерт қойып гастрольмен барған кезде сол жерде Төлен деген атамыз болған. Ол кісі марқұм болып кетті. Менің әкемнен үлкенірек кісі болатын. Сол кісіге аян беріп, бір жылдан кейін әпкем Мейрамгүл туылады деді. Мейрам күні 18 майда туылды. Арасына 3 жыл салып, ұл туылады. Атын Мыңжылқы қоясыңдар, осы таудың атындай деп айтқан болатын. Болжаған нәрсесінің бәрі, аян берген нәрсесінің бәрі келіп, Мейрамгүл әпкем Қарағандыда жұмыс істейді, Каргуда. Мен енді туылдым 81 жылы, менен кейін тағы 3 бала бар. Құдайдың берген сойны. Енді менің артынан да еріп келе жатқан қазір мыңжылқылар туылып жатыр. Жақында бір жасқа толған Мыңжылқының тұсауын кестім. Тамаша. Керемет. Адамдар енді арындап, ертең болашағы жарқын болсын деп, сөйтіп Мыңжылқы деп қойып жатыр. Бірақ кезінде енді қазақша ат қой. 80 жылдары негізден Ерлан, Қайрат деген аттар көп болды. Сол кезде балдар мазақтайтын Мыңжылқы деп. Қазір ол көп адамдар сол атты қойғысы келеді. Негізі қазақ халқы ырымшыл халық қой, адамның есімі тағдырына әсер етеді деп айтады. Сіз оған сенесіз бе? Тікелей сенем. Жалпы ат қою өте қиын жұмыс. Мен үлкен ұлымның аты Бөкейхан, одан кейін ұлымның аты Тәукехан. Жалпы аттары өте ауыр. Және ол ат ұлдарыма үлкен бір міндет жүктейтін сияқты. Жауапкершілік. Одан кейін қызының аты Дана, өзім қойдым. Үлкен екі ұлдың атын аян беріп қойғанбыз. Ал Дананың атын Дана Шарман, Дана Нұржігіт, сенатор апайымыз солардың жолын берсін деп ырымдап қойдық. Менде әжем айтады, мысалы Жадыра Дәрібаева деген жазушы бар ғой, соған ұқсасын деп қойған ғой. Шығармашылыққа жақын жүрген жайымыз бар қазір. Қазір жалпы немен айналысып жүрсіз, жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз? Мен бірнеше жерде жұмыс істеймін. Жалпы 2022 жылы осы Астанаға көшер кезде негізгі жұмыс ретінде орналасу керек болды. Президент іс басқармасының ауруханасына директордың хирургия ісі жөніндегі орынбасары болып ауыстым. Сол кезде енді жалпы еңбек KZ сосын сайттан қарайды ғой. 10 жерде жұмыс істеген екенмін. Ол жерде Оралда бар, Атырауда бар, Шымкентте бар, Алматыда бірнеше жерде. Сондықтан қазір негізгі жұмысым осы Астанада, президент іс басқармасы ауруханасында. Және қосымша бұрынғы жұмысым Алматы қаласында Совмин ауруханасы, қазір ұлттық госпиталь деп аталады.
сол жерде нейрохирургияның басшысы болып жұмыс істеймін. Нейрохирургия орталығы бар. Университетте студенттерге, резиденттерге наставник ретінде жұмыс жасаймын. Қосымша сосын Казнейра деген қоғам бар. Сол жерде қаңтар айына дейін председатель болдым. Қазір сол жерде кеңестің мүшесімін. Бірнеше жерде тағы жұмыс істеймін, бірақ оның барлығы қосымша жұмыстар. Енді алдағы мақсатым әрине мына хирургия ісі жөнінде орынбасар болғандықтан барлық хирургияға жауаптымын. Үлкен ауруханада ол жерде шамамен 200 төсекке тарта хирургиялық орындар бар. Соған жауаптымын. Операциялық бөлімге, рентген хирургияға, стерилизация бөліміне. Сонымен қатар Алматыдағы Самин ауруханасына барып, апта сайын операция жасап жүрмін. Ол жерде енді менің көмегіме қажет азаматтар бар. Соларға енді Астанада біз көмек көрсете алмаймыз, өйткені сіздер мәмс жүйесі Астанада көп квота бөлінген жоқ, оның бәрі таусылып қалды. Амал жоқ, енді Алматыға барып, апта сайын операция жасап жүрмін. Ал сіздің негізгі жұмыс істейтін медициналық орталығында жылына қанша ота жасалады? Өткен жылы шамамен 11 000-ге тарта операция жасалды. Жалпы нейрохирургияның ішінде 650-ден астам операция жасадық біз осы Астана қаласында. Алматы қаласында 1000 операцияға тарта нейрохирургиялық операция жасалды. Алматыда шамамен 5000-нан астам операциялар жыл сайын жасалады. Оның ішінде әрине президент іс басқармасының ерекшелігі бар. Ол жерде мәмс жүйесі бойынша сақтандырылған азаматтар көмекке жүгіне алады. Сонымен қатар біздің контингенттеріміз бар. Контингент деген осы үкіметке, жалпы елімізге еңбегі сіңген кісілер. Сонымен қатар мына шетел азаматтары және кезек күтпейміз, мына мәмстің кезегі ұзақ деген кісілер ақша төлеп ақылы түрде біздің көмегімізге жүгіне алады. Десе де жаңа квотаға тоқталып өттіңіз. Мәмске қатысты жаңа айттыңыз, жалпы сіздіңше мәмс енгізілмей тұрып қандай жағдай болды және енгізілгеннен кейін қандай плюстар бар? Сол жайлы айта кетсеңіз. Көптеген азаматтар шетел асып, мысалы операциялар жасамайды деп айтып жатады, өз қалтасынан ақша көп шығармайды дейді. Енді барлық үрдістер параллель жүріп келе жатыр ғой. Мәмс енемдегенше дейін ол тікелей мемлекеттен қаржыландыру болды. Комитет контроля ККМФД деп аталады, сол арқылы ақша бөлінетін қаражат. Жетпейтін дегенмен, сол кезде? Ол ақша әрине жетпейді. Оның үстіне Қазақстанның халқы да 16 миллион, 17 миллионнан қазір 20 миллионға жетіп қалдық. Ол қуантарлық нәрсе, бірақ ол қосымша жалпы жүйеге жүктеме деп ойлаймын. Өйткені қаражат басында есептелген кезде сол шамамен 17 миллионға есептелген, қазір 20 миллион. Алдағы бір 5 жылда қанша миллион болатынымыз Құдай қаласа көбейе берейік. Бірақ оның барлығы жалпы жүйеге, оның ішінде мына сақтандыру жүйесіне үлкен жүктеме деп ойлаймын. Ол бір жағынан. Екінші жағынан әрине осы жылдардың ішінде қазақстандықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 74-75 жасқа қазір жетіп жатыр деп жатыр. Енді министрліктің ресми ақпараты бойынша орта өмір сүру ұзақтығы ұлғайды. Соған байланысты адамдардың орташа жасы, средний возраст дейміз ғой, ол да көтерілді. Орта жас көтерілген деген сөз біздің еліміз біртіндеп қартаюға аяқ басты. Ол дегеніміз жас 40-қа дейінгі жастағы кісілердің үлесі біртіндеп азаяды. 40-тан асқан, 70-тен асқан кісілердің үлесі көбейген сайын, ол жерде әрине медицинаға жиірек жүгінетін кісілердің үлесі көбейеді. Кісілер инфаркт болып қалатын кісілер, қант диабетімен ауыратын, қан қысымымен ауыратын кісілер. Сонымен қатар енді ең қатты өсетін нәрсе ол онкологиялық аурулар. Олардың барлығы үлкен қаражатты қажет етеді, және сақтандыру жүйесі болмаса, әрине ол көршілес мемлекеттерді көріп жатырмыз ғой. Ол жерде сақтандыру жүйесі жоқ, сондықтан азаматтар өзінің қалтасынан медициналық көмекке жүгінген кезде
үлкен сомадағы қаржыны беру керек. Іздеп сандалып қалады. Әрине, мына өте таңғаларлық нәрсе, Қырғызстан мемлекеті, ол жақтан бізге көп азаматтар келіп емделетін. Қырғызстандықтардың бір ерекшелігі, егер ауылда бір кісі ауырып қалса, бүкіл ауыл болып ақша жинап асырылатады да жаңағы кісіні емделуге жібереді. Ондай мықты нәрсе бізде Қазақстанда да бар шығар. Туысқандар, туысқандар, бір ауыл болып көмектеседі, жұмылып жаңағы жүкті көтеріп жүреді. Бірақ бізде Қазақстанда шамалы адамдар алшақтап кетті бір-бірінен. Сондай ауызбіршілік деген нәрсе жоқ. Жоқтың қасы деп айтса болады. Сондықтан егер біздің мемлекетте солайынан частный медицина, жеке медицина сақтандыру болмай қалған жағдайда, мемлекеттен қосымша қаржы бөлмей қалса, онда адамдар сәл қиналады деп ойлаймын. Сол себепті жеке өзіме ғана жиналсын бұл ақша деген дұрыс пікір емес қой. Жалпы азаматтардың көп айтады, мен мысалы жарна төлеп жатырмын, бұл ақша маған ғана түссін. Егер мен оны келешекте мысалы операция керек болса, соған өзім жасаймын дейді. Соны азаматтар көбі түсіне бермейді да, біз соны түсіндіргіміз келеді. Мысалы насихат жұмыстар бар жүргізіледі десе де, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Енді ауызбіршілік болса, ол өте мықты нәрсе ғой. Бірақ соңғы жылдары біз капитализм боламыз деп тырысып жатырмыз. Капитализм деген әркім өзіне жауап береді деген нәрсе ғой. Сондықтан әрбір азамат, оның ішінде көп қаражат табатын азаматтар бар, солар жиірек айтып қалуы мүмкін. Бірақ менің ойымша, жақсы қаржы табатын адам ол мәміске берген ақшасын санай қоймайды. Өйткені ол кісілер қымбат салондарға барады, қымбат киім, қымбат көлік айдайды, қымбат үйде тұрады. Олардың жыл сайын төлейтін салықтары мәміске бөлінген бір $100, $200 ақшадан әлдеқайда көп болып есептеледі. Сондықтан көп айқайлайтын кісілер, мен өзіме ғана салам деген кісілер, егер түптеп зерттеп келсеңіздер, олар мәмс жүйесінде жоқ кісілер ғой. Егер мәмс жүйесіне тоқталатын болсақ, ай сайын азаматтар жалақысынан 2% мөлшерде жарна төлеп жатыр да. Соның арқасында керек кезде миллиондаған теңге тұратын жоғарғы медициналық көмекті тегін алады. Соған қоса жалпы қазақта бір мықты нәрсе бар. Біз енді мұсылмандықпен қатар жүретін мемлекетпіз ғой. Енді барлығымыз намазға жығылып, намаз оқымасақ та, қазір Мәкең айтып отыр, ауыз ашар болды деп, оразаңыз қабыл болсын. Қазір көп кісілер ораза ұстап жатыр. Енді подкаст шығам дегенше дейін ораза бітіп қалмайды деп ойлаймын. Мынандай нәрсе ғой, қазақта садақа деген нәрсе бар. Әрбір адам тапқан ақшасынан 10%-ке жетпейтін ақшаны садақаға беріп отыру мүмкін. Ол сол көмекке мұқтаж кісілерге берілетін нәрсе, садақа деп аталады. Содан кейін зекет деген нәрсе бар. Ол дегеніміз, егер сенен асып бара жатқан бір мүлкің болатын болса, соның бір 10-нан 1 бөлігін кісілерге таратып беруге міндеттейді. Әрине, оны сен өзің шешесің. Сондықтан жұмыс істейтін адамдар жаңағы 2% болсын, 5% болсын жалақысынан берген нәрсесі, менің ойымша денсаулығы сыр берген кісілерге жіберген садақа ретінде қабылдауға болады. Өйткені пенсиялық жүйеге, пенсионный системаға, зейнетақы қорына біз ай сайын 10% ақшамызды аударып отырамыз. Менің ойымша ол садақа да. Өйткені ол пенсияның ақшасына жалпы өзім мен жете қоям ба, жете қоймайм ба, ол үлкен сұрақ. Еркек кісілердің Қазақстандағы орташа өмір сүру ұзақтығы 63 жасқа жетпейді. Көп кісілер зейнетке жетпей көз жұмып кетіп жатады. Сондықтан менің ойымша ер адамдар сол зейнетақы қорына жасаған садақасы және 5% болсын мәмс жүйесіне аударылатын ақша, ол жұмыс істеп жүрген кісінің жалпы сол жүйеге, жалпы мемлекетке деген қосқан кішкентай үлесі деп ойлаймын. Әрине, мен сізбен келісемін. Қазіргі таңда КТ, МРТ сияқты қымбат тұратын диагностикалық қызметтерді қазір сақтандырылған азаматтар тегін алып жатыр ғой. Бірақ оған қарамастан кейбір сақтандырылған азаматтар осы жүйеге көңілі толмайды. Неге деп ойлайсыз?
жалпы қазақта тәубе деген нәрсе бар да. Біз көп жағдайда сол тәубені ұмытып кетеміз. Осыдан 10 жыл бұрын егер МРТ-ға өту керек болатын болса, әрбір адам өзі ақша тауып, сол МРТ-ға жазылып, ақылы түрде өтетін. Қазір миллиондаған адамдар бірнеше рет МРТ-дан өтуге мүмкіндігі бар. Оның ішінде әрине енді зейнетке шыққан кісілердің МРТ-ға жүгіну, компьютерлік томографияға жүгіну жиілігі жиілеу. Жұмыс істейтін адам өзіне қатысты скринингке де бара қоймайды. Өйткені ол жұмысты өткізіп алғысы келмейді, ақша табу керек, кредит жабу керек. Сондықтан денсаулығына сәл салғырттау баруы мүмкін да. Ал сәл қол бостау кісілер, олар зейнеттегі кісілер, әрине олар немерелерін қарауы мүмкін үйінде де. Бірақ сол жастағы кісілер 60-тан асқан кісілер, 63-тен асқан кісілер, пайғамбар жасынан асқан кісілер, олар жиірек буындар ауырады, жүрек ауырады, қан қысымы көтеріледі. Сондықтан біз мына жұмыс істеп жүрген кісілер соларға жағдай жасаймыз деп ойлаймын. Ол бір жағынан, екінші жағынан әрине ауырып қалған адам, күрт ауырып қалған адам, ол бейшара адам. Енді бейшара болған кезде бедный деген мағынада емес, ол мүсәпір деп айтса болады да. Ауырып қалған кезде сен бірінші кезекте мына айлықтан айырыласың. Ол аурухана парағы, больничный лист дейміз, ол барлығына төлене бермейді ғой. Төленген күннің өзінде де 80% төленуі мүмкін, ол бір ай төленуі мүмкін, екінші айға жетпейді ма. Сондықтан мәмс жүйесі жағынан, мемлекет жағынан ол үлкен көмек деп ойлаймын. Өйткені ауырған адам ол басы ауырмайды. Мен қазір бір жерге барып кредит рәсімдеу керекпін, бір кісілерден қарыз алу керекпін деп. Өйткені көршілес мемлекеттерде біз көріп жатырмыз ғой. Ауырып қалған кісі бейшара болып қалады да. Ол соған ақша жинау керек. Және жалпы алатын болсақ, Қазақстанда біздің елімізде мына айлықтан бір бөлігін депозитқа немесе сөреге салып қоюға адамдардың мүмкіндігі жоқ. Біздің тауып атқан ақшамыздың шамамен жартысынан көбісі тамаққа кетеді. Одан артылғаны болатын болса киім алуға кетеді. Киімнің сапасы сәл төменірек болғандықтан жиірек киім алу керек. Сонымен қатар егер жұмыс істейтін кісілер болса, олардың әрине бала-шағасы бар, бала-шағасын асырау керек. Сол тараптан әрине былай жинап қоятын $10,000, $100,000 ақшаны жинап басып отыратын біздің халықтың мүмкіндігі жоқ. Жаңа мақсат айтып өтті ғой, КТ, МРТ деп, мысалы, көп азаматтар соны түсіне бермейтін секілді, осында осы жерде түсіндіруге кету керек секілді. Өйткені медициналық көрсеткіштері болу керек секілді, азаматтың ең бастысы. Мысалы, басымды тексерткім келеді, мен мысалы анализдер тапсырғым келеді, мен сақтандырылғанмын деп келеді. Ал егер шын мәнінде сол медициналық көмек керек азаматтар, сонда шектетіліп қалады, немесе жаңа өзіңіз айтқандай таусылып қалады, келесі айға жазып жатады деген секілді, ол азаматтар түсіну керек секілді, жаңа асар деп айтып өттіңіз мысалы. Енді жағдай былай ғой, жалпы менің ойымша, мына мәмс жүйесі алғаш анонс болған кезде бұның жарнамасы сәл қате берілді деп ойлаймын. Ол артығымен беріліп қойды да, авансымен. Сіздер мәмске кірсеңіздер, біз сіздерге 100% осындай нәрсе істеп береміз деген нәрселер жиі айтылды да. Бастапқы жарнамасы дұрыс болмады. Ақпарат түсіндірме жұмыстары дұрыс болмады. Мәмстің алғашқы мақсаты көп ақша жинау болды. Адамдарды мүмкіндігінше көбірек қамту болды. Сондықтан бұның информациялық компаниясы сәл қате жүргізілді деп ойлаймын. Одан кейін мәмс енді перечень дейміз, қызметтің тізбесін берген кезде артық нәрселер көп кіргізіп қойды деп ойлаймын. Өйткені ол жерде өткенде бір мықты комментарий болды. Бір жылда Қазақстанда 1,200,000 нәжіс талдауы жүргізіледі екен да, анализ қалы. Жоспарлы операцияға жату үшін адамдар егер қал анализін бермесе, нәжістің анализін бермесе, біз оны жатқызамаймыз. Өйткені ол жалпы барлық талаптарға кіріп кеткен да. Бір анализ шамамен 1000 теңгенің үстінде тұрады екен да. Сонда мәмс жүйесі
енді көп адамдар мәмс жүйесі арқылы тапсырады ғой анализді. Шамамен 1 миллиардтың үстінде ақша тек қана адамдардың нәжісін тексеруге кетеді екен да. Боққа 1 миллиард теңге ақша кетіп отыр ғой. Сондықтан ол жерде керегі бар ма, керегі жоқ па анализдер өте көп. Енді оны адамдар подстраховаться дейді ғой. Ертең бірдеңе болып қалса, бірінші кезекте енді біз прокурордың астында жүрген адамбыз ғой. Егер бір нәрсені өткізіп алсақ, бірінші кезекте прокурор береді, айтады, ал мына клинический протоколды ашайық, клиникалық протокол, хаттаманы. Сол жерде міне бірінші кезекте сіздер нәжістің анализін өткізу керексіздер, результаты қайда дейді. Болмаса, менде бір қызық жағдай болған, 2016 жылы Алматыға келіп жұмыс істей бастадым. Бір айдан кейін мен ауру тарихтарыма науқастарға штраф салдым. Сөйтіп, неге штраф салды деп, жаңағы ККМФ-дағы барамыз ғой. Ол жерде гинеколог дәрігер екен бұрынғы. Сол кісі біздің нейрохирургиялық аурулардың ауру тарихын тексереді екен. Сөйтіп, 5 науқасқа штраф салыпты. 10%-тен, өйткені ауру тарихында мочевина анализ болмапты да. Сөйтіп, науқас түскен кезде мочевина анализ жоқ, креатинин нормада. Енді бүйректің көрсеткіштері ғой, креатинин, мочевина, оның ішінде мочевина көтеріле береді, а креатинин нақты көрсетеді. Сөйтіп біз енді науқас адам ақшасын көп жұмсамасын деп креатининмен ғана жатқызсақ, маған клинический протоколды көрсетеді ғой. Бұл жақсаңыз, сіз осы клинический протоколдың авторысыз дейді. Мына жерде жазылып тұр, Бердіқожаев, сіз жазып қойғансыз, ана мочевина основной анализдерге кіреді. Сондықтан сіз соны алмағансыз, біз сізге 10% 5 историяға штраф салдық. Осы күнге дейін жасаған операциялардың есебін жүргізесіз ба? Қанша операция жүргіздіңіз? Есептеп жүрсіз? Есептеп жүремін. Ол жалпы не үшін керек? Біз халықаралық конференцияларға шығамыз. Сол кезде әрбір ауру бойынша менде статистикам бар. Қандай аурудан қанша операция жасалды, ол бірінші кезекте, екінші кезекте біз жыл сайын бірнеше рет мақала жазамыз. Ол мына Scopus журналдарына кететін мақалалар. Сол кезде біз нақты қанша операция жасадық, қандай ауруларға операция жасадық, соның статистикасы жүргізіліп жатады. Ол өте керек нәрсе деп ойлаймын. Қазіргі таңда өз басым 7 мыңнан астам операция жасап тастадым. Оның ішінде жыл сайын Қазақстанның сыртында 100-ден астам операция жасайды екенмін. Шетелдерге де барып. Шетелдерге барып. Қазақстанның ішінде 450-ден 500-ге дейін операция жасаймын. Шақыру аласыз ба басқа қалаларға? Басқа қалаларға. Онлайн да кеңес беріп жатасыз, Онлайн кеңес берем, Инстаграмда кеңес берем, Фейсбуктың мессенджерінде кеңес берем, WhatsAppқа да жазып жатады, Телеграмға жазып жатады, кешкі сағат 6-тан кейін жазып жатады. Естеріне түсіп кетеді ғой, кешке жақын ауырғандар, көп кісілер. Әрине, қатты ауырып жатса, жауап берем. Кейбір кісілермен сөйлесе келе, мен 10 жыл бұрын инсульт көтеріп едім дейді. Енді қазір не болып жатыр десем, сол 10 жыл бұрынғы көтерген инсульт бойынша консультациялайын. Аға ертең жұмыс уақытында хабарласасыз. Сіздің есіңізде қалған ерекше операциялар бар? Ерекше операция ма? Жалпы соңғы жылдары мен ұлттық нейрохирургияда жұмыс істедім ғой, 2008-ден 2015-тің аяғына дейін жұмыс істегем. Сол кезде сол жерде бөлім меңгерушісім болды, одан кейін Серкуандық Шақшолақов академик ағамыз. Соларға айтатын, жалпы жасалатын операцияларды 2 категорияға бөлу керек деп. Уақыт келе региондарда әрбір облыс орталығында осы операцияларды біз коллегаларымызға үйретеміз. Оның ішінде жеңілірек операциялар бар, және олардың жасап болғаннан кейін екінші рет жасалатын күрделі операциялар бар, немесе бірден күрделі болатын операциялар бар деп. Соны уақыт келе ол бөлінеді деп айтқам. Уақыт келе оның барлығы бөлінді, бірақ тарифтардың бәрі бір қалды. Біз жасаған операция, немесе облыс орталығында өңірде жасалған операция мәмс жүйесі бойынша бірдей төленеді. Бізге келетін науқастардың 90% деп айтпай қояйын, шамамен 70% ол регионда біздің шамамыз жетпейді деген науқастар.
Сондықтан әрбір жасалып жатқан операциялар өте күрделі. Оның ішінде осыдан бір 3 апта бұрын мен мына мозолистое тело дейді, сүйелді дене, сонда артериовеналық мальформация болды. Жас қыз, 29 жаста. Тағы да бөпе сүйгім келеді, бірақ мына мальформациядан мен қазір аяғым көтере алмаймын деп келген болатын. Оны біз 2 операциямен мальформацияның көмегімен кішірейттік. Содан кейін бәлкім ана размер кішірейгеннен кейін гамма-нож алатын шығар деп гамма-ножға консультацияға жібердік. Ол жерде Сығай Нұрзат Әшірбекұлы деген сол гамма-нождың меңгерушісі одан жауап келді. Біз жасай аламыз, гамма-нож бергеннен кейін ол жерде жалғыз шығатын тамыр бар, сол күйіп қалса науқастың миына қан кетіп, ол кісі өліп қалуы мүмкін деп жауап келді. Енді ол гамма-ножға келмейтін нәрсе болса, біз қан тамырымен ішінен кіріп, жарайды, өзімізге тәуекелді алып, рисковать етіп, жауап берейік дедік та. Жапқан кезде операцияның ішінде шамалы қан кетті. Енді ол мүмкін болатын нәрсе. Содан кейін бір кішкентай ұсақ тамырына біз кіре алмадық. Анатомиялық жағынан өте күрделі, сондықтан гамма-ножға да жіберген болатынбыз. Сосын ол науқасты алдық та бірден ашық операцияға кіріп, жаңа Саршаев Марат деген Алматы бөлім меңгерушісі, өзім шәкіртім, коллегам, сол кіріп, жаңа кішкентай тамырға қысқыш салып берді, ашық жолмен. Сөйтіп біз мальформацияны толық өшіріп бердік. Сондай күрделі операция, соңғы жасалған операциялардың бірі деп ойлаймын. Ал ең алғашқы операцияңыз есіңізде ме? Жиі қойылатын сұрақ. Ең алғашқы операция, мына интернатура оқып жүрген кезде Қарағандыда бас ми жарақатымен түскен пациентке, студент кезіңізде уже, интернатура кезінде 7-ші курста сол операцияны жасаған болатынмын. Интерн болып жүріп, қалай бұл кісі операция жасады дейтін болса, жалпы интернатура, резидентура, оның мағынасы алдымен специалист сол операцияларды көру керек. Сол операцияны көріп болғаннан кейін білікті маманның бақылауымен сол операцияларды жасауға мүмкіндік алады. Уақыттың көбі операция жасауға кетсе, сонда күніне қанша сағат ұйықтайсыз? Қазіргі кезде ұйықтау уақытым азайып келе жатыр. Шамамен 6 сағат ұйықтаймын. Кейде өте бақытты болған кезімде 8 сағат ұйықтай аламын, бірақ шамамен сол 5-6 сағат ұйықтаймын. Кішкентай қызым оянып кетеді, таңертең сағат 5:30 кезінде, будильникке дейін оянады, кешке жақын науқастар звондайды, операциядан кеш шығып қалатын кезім болады. Осындай подкастқа келетін кездерім болады журналистермен. Сол кезде ұйқының уақыты азаяды. Негізі ұйқыға көп мән беру керек, е? Ұйқыға мән беру керек, әрине. Мүмкін болса 10 сағат ұйықтау керек, бірақ енді жас ұлғайған сайын ұйықтауға уақыт азырақ бөлінеді, өйткені жұмыс бар, жазатын қағаздар бар, соның барлығы көп уақыт алады. Ал соңғы жылдары мына әлеуметтік желі, сіздер де соған жұмыс істеп жатырсыздар ғой қазір. Әлеуметтік желіге көп көңіл бөлу керек, өйткені адамның имиджі, оның ішінде мәмсіздің имиджі, сақтандыру қорының имиджі, көп жағдайда адамдар информация алынмағандықтан имидж әлеуметтік желіден алады. Жеткілікті деңгейде болмау керек. Әлеуметтік желіден алады. Қазір енді журнал, газет ешкім оқи қоймайды. Теледидарды біраз кісілер қарайды екен, бірақ сонда да жас адамдар, жас мамандар осы әлеуметтік желіні қарайды. Оның ішінде әрине бұл подкаст қазір біз қатысып отырған шамамен 1 сағатқа жетпістей болады ғой. Соны егер 1 минут, 2 минут, 3 минуттан аспайтын видео қылып, бөлек-бөлек салатын болсаңыздар, көп адамдар қарайды деп ойлаймын. Фрагмент ретінде. Фрагмент ретінде. Өйткені қазір клиповое мышление дейді. Енді біз MBA-ден өткен кезде соны бізге түсіндіретін. Қазіргі жастар 1 минуттан астам видеоны қарамайды. Қарайды, өткізеді, 1 минут қарайды, өткізеді. Сөйткен TikTok секілді, е? TikTok секілді. Сондықтан осы подкастты егер 60-ға бөліп тастасаңыздар, өтіп кетеді. Сіз әу бастан нейрохирург болуды қаладыңыз ба? Әлде бұрын басқа мамандықтарға қызықтыңыз ба? Әлде бірден таңдауыңыз осы нейрохирург боламын деп шешім қабылдадыңыз ба? Анамыздан туған кезде дәрігер боламыз деп ойлаған жоқпын. Кішкентай кезімде өрт сөндіргіші болғым келді. Енді ол мамандықтардың бәрі бір-біріне ұқсайды. Жалпы алсаңыз темперамент ұқсайды.
Одан кейін ұшқыш болғым келді. Алдымен ұшқыш болғым келді, содан кейін өрт сөндіргіш болғым келді. Барлығы еркек адамдардың мамандығы деп ойлаймын. Содан кейін 6 класстан бастап дәрігер болғым келді. Сосын мединс академияға түскен кезде Қарағандыда, ол кезде медакадем, қазір университет қой. Хирургиялық мамандардың ішінде нейрохирургия өте күрделі екенін түсіндім. Болды, нейрохирург боламын деп бірінші курста шештім. Ол енді кейін біле келсем, конкуренция аз жерде мүмкіндіктер көп болады екен. Оны енді MBA өткен кезде соның анықтамасын түсіндім. Жалпы подсознательно дейміз, жүрекпен сезген нәрсе, жалпы бір мамандық таңдап, соған көп көңіл бөлетін болса, содан профессионал болуға болады, нәтиже алуға болады. Сол ойлаймын. Жалпы осы нейрохирургияны зерттеу үшін, білу үшін ағылшын тілін өздігіңізден меңгеріп алыпсыз деп естідік. Бұл сізге қандай нелер берді? Жолдар ашты, мүмкіндіктер ашты? Жалпы мектепте оқыған кезде ағылшын тілін оқығанмын. Мектеп бітіріп жатқан кезде 11 класста сол 9 майға арналған бір шығарма жазғаным бартын. Оны алдымен орысша жазып, қазақша жазып, содан кейін ағылшын тіліне аударып. Бірақ бітіргеннен кейін 6 жыл академияда оқыған кезде ағылшын тілі болды. Біз келген кезде көп кісілер неміс тілін оқыған екен, Қарағандыда тұрған кісілер бәрі неміс тілін оқыған. Сондықтан группаға келген кезде біздің базовый деңгейімізді тексеріп, шамамен бірінші курс біткен кезде сіздер осындай деңгейге жетіп қаласыздар деді, бізді босатып жіберді. Бізде ағылшын тілінен уақытымыз бос болды, біз ол уақытты басқа пәндерге арнадық. Ал жалпы енді академияны бітіргеннен кейін интернатураға түскен кезде, одан кейін клиникалық ординатурада болашақ бағдарламасы бойынша Санкт-Петербургқа барған кезде жолдасымды кездестіріп, сол кісі, әйелім үйленбей тұрып, сен ағылшын тілін оқы деп қайта-қайта айта бергеннен кейін ағылшын курстарына бардым. Енді уақыт өте тығыз болса да барып тырыстым, кітап оқыдым. Содан кейін қайтып келгеннен кейін ұлттық нейрохирургияға орналасқан кезде Израильден Шимон Маймон деген біздің ұстазымыз қазір, сол кісі тек қана ағылшын тілін білді. Және ол үлкен стимул болды. Операция үстінде бірдеме айтады, түсінбейсің. Я дейсің. Енді істеген нәрсесін істей бересің, маймыл сияқты. Бірақ толық сөйлесуге мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан ол үлкен стимул болды. Не айтып жатыр екен деп? 2011 жылы Германияға бардым. Германияға барған кезде өзім сияқты шетелден мамандар болды. Оның ішінде Пакистаннан келген бір профессор болды. Ол кісі қаланы білмейді екен, мен ағылшын тілін білмеймін. Сондықтан екеуміз бірге бір ай жүрдік та. Мен ол кісіден біраз ағылшынды үйрендім. Ол кісі сол жерде қаланы үйренді. Қалаға шығуға қорқады екен. Жалпы халықаралық деңгейде жұмыс жасау үшін ағылшын тілін білу міндетті. Ол өте міндетті деп ойлаймын. Өйткені 2012-де Иерусалимға бардым, профессорлармен таныстым. Сосын Германияға бардым, профессормен таныстым, басқа кісілермен таныстым. Сөйтіп сөйлесуге, жалпы әдебиетті оқуға, соңғы әдебиетті оқуға ағылшын тілі бірден бір керек инструмент деп ойлаймын. Сондықтан қазір өткізіп жатқан конференцияларымыздың бәрі, сосын сізге мына YouTube каналымыз ссылкасын жібердім. Ол жердегі онлайн операциялар комментарий жасаған кезде мен тек қана ағылшын тілінде комментарий жасаймын. Және ол YouTube-тағы каналды шетелдегі менің коллегаларым қарайды. Оның ішінде жас коллегаларым бар. Сондықтан тек қана Қазақстанның азаматы емес, бүкіл дүние жүзінің азаматы ретінде жасап жатқан жұмысымды таратуға мүмкіндік берді. Осы сіздің тәжірибеңізді дамыту мақсатында қандай шетелдік елдерге, шетел елдеріне баруды ұнатасыз? Құрама Штаттарын ұнатамын, Германияны, Францияны ұнатамын, Түркияда жиі боламын, сонымен қатар Кореяда бірнеше рет болдым, Гонконгта болдым, Индияда болғанды ұнатамын, Индияда аш тамақтарын жегенді ұнатамын. Қалжың әрине, олардың өте борыш көп қосады ғой. Содан кейін балмұздақтары өте тәтті. Сол жаққа барып, коллегаларыммен тәжірибе алмасам да, өзімде біраз
жүк көтеріп келемін, білімнің жүгін. Жалпы елімізде қайғылы жағдайларға көп алып келетін аурулардың бірі осы инсульт екен, иә? Жыл сайын осы ауруға шалдығатын азаматтардың саны да аз емес. Бір сөзіңізде шетелде 3 жасар баланың өзі осы инсульттің белгілерін біледі деп айтыпсыз. Иә? Оның белгілері қандай? Біз де білуіміз керек, иә, мысалы? Иә, қазір FAST деген шкаласы бар. Оны кейін толықтырып BFAST деп атайды. Оның ішінде F ол face, мына адамның беті қисайып қалады инсульт алған кезде. Бірден, иә? Иә, инсульт басталған кезде көп кісілерде бас ауыра қоймайды. Ол егер миына қан кетіп жатса, бас ауырады. Ишемиялық инсульт шамамен 80% құрайды инсульттың. Сол кезде адам сезбей қалуы мүмкін инсульттың басталғанын. Беті қисаяды, мына қолын көтерген кезде бір қолы төмен түсе бастайды. Бірдей көтерілмейді, немесе жалпы түсіп қалуы мүмкін да, сал болып қалуы мүмкін, паралич дейміз ғой. Сосын speech дейді, сөйлеу. Сөйлеген кезде қателесіп сөйлеуі мүмкін, немесе сөйлемей қалуы мүмкін, тілі көрмейтілуі мүмкін. Және Т дейді, ол time. Сондай белгілер болған кезде міндетті түрде 103-ке хабарласып, жедел жәрдем шақыру керек. Әрине, ол шкаланы B деген қосымша 2 әріппен толықтырған болатын. B деген ол баланс. Адам егер мас адам сияқты болып қалса, тәнтіректеп, ол да инсульттың белгісі болуы мүмкін. Және I дейді. I деген I деп оқылады. Ол мына көздің бұлыңғырлауы, немесе көздің көруінің жоғалып кетуі, қарайып кетуі, көздің алды жартысының қарайып кетуі. Егер сондай белгілер болатын болса, онда міндетті түрде 103 шақырып инсульт орталығына бару керек. Және қазір көп инсульт орталықтары, жасанды интеллект кірді Қазақстанға, оның ішінде 2 жүйе Қазақстанда жасап жатыр. Біріншісі қазақстандық стартап Cerebro жүйесі, екіншісі америкалық жоба Rapid Eye деп аталады. Сол 2 жоба Қазақстанда жасап жатыр. Адам ауруханаға келген кезде компьютерлік томографиядан өтеді. Томографиядан өткеннен кейін 3 минуттың ішінде жаңағы Cerebro деген жүйе осы науқаста инсульттың қаупі бар, осындай қадамдар жасау керек деп алгоритм шығарып береді. Жалпы инсультті алдын алуға болады ма? Мысалы, саламатты өмір салтын ұстанып, су ішіп, көп жүріп дегендей дұрыс тамақтанып болады ма ондай? Енді жалпы мәмс бойынша қаржыландыратын скрининг бағдарламаларының ішінде міндеттейтін нәрселер бар. Ол мына қандағы қантты тексеру, холестеринді тексеру, қан қысымын тексеру, электрокардиограмма өту, содан кейін мойындағы тамырларды УЗИға түсіру керек болатын болса, қолтыр өту, жүректің УЗИін өту, 50 жаста, 60 жаста тікшекті, асқазанды тексеру, сонымен қатар қажетінше егер невропатолог дәрігер тағайындама беретін болса, онда бас миының тамырларын, мойынды, миды тамырларын компьютерлік немесе магниттік томографиялық ангиографияға түсіру. Сол жерде мына тамырлардың тарылғанын көруге болады. Ол шамамен инсульттың 25% құрайды. Жүректегі ритм ырғақтың бұзылуы ол шамамен 25% құрайды. Қан қысымының қатты көтерілуі ол шамамен 25% құрайды. Және сол ауруларға алып келетін қант диабеті ол да үлкен процентті құрайды. Сондықтан сол ауруларды егер қадағалап бақылауға алатын болса, онда инсультқа дейін бармауға болады. Әрине, салауатты өмір салты деп дауыс толтырып айтып жатады ғой. Бірақ Кореяда, оңтүстік Кореяда бір адамдардың таңғалатын нәрсесі, адамдар кешке жақын шығып, 1 сағат, 2 сағат паркте серуендейді екен. Сол кісілердің саны көбейген екен. Бізде енді кішкентай балдарды қазір далаға қуып шығу қиын ғой. Телефонда отырады осылай. Үлкен кісілердің бәрі телефонда қарайды. Сондықтан мына велосипед тебу, одан кейін жаяу жүру, оның ішінде енді 10 километр жүру керек деп айтамыз, бірақ көп кісілер 10 километр жүрмесе де, жалпы сыртқа шығып жаяу жүрген өте денсаулыққа пайдалы. Ол жүрекке пайдалы, өкпеге пайдалы, жалпы ойлау процестерін қайтадан қосуға пайдалы дүниелер ғой. Соның бәрін енді айта бергеннен пайдасы жоқ.
бірақ енді бір адамның басына қонатын болса, ол да біз халқымызға үлкен сауап тигіздік деп ойлаймын. Әдетте осы инсультқа науқастар түнде шалдығады екен. Оның қандай да бір белгілері, себептері бар ма? Себептер бар. Қан қысымы көтеріле ма? Жоқ, қан қысымы керісінше түседі. Егер тамырлар тарылып тұрған болса, жалпы мына вагус жүйесі жүректі бәсеңдетеді ғой. Сол кезде адамдар түнде көбінесе таң ата сол биоритмдарға байланысты, жаңа қан қысымының өзгеруіне байланысты, сонымен қатар жатқан кісіде қан ағысы баяулайды ғой, тромбтар түзіліп қалуы мүмкін. Сондықтан оянған кезде мына wake up stroke дейді, немесе оянған кісінің инсульті дейді, сол жиі кездесіп жатады. Әрине қазіргі технологиялардың көмегімен, егер бұрын сол оянған кезде болған инсультті тромболитикалық терапия жасалмайтын, өйткені оның уақыты белгісіз деп. Соңғы жылдары өткен үлкен тексерістердің нәтижесінде адам егер оянған кезде инсульт болып қалса, ол сол оянған мезетін инсульт алған мезет деп есептеу керек деген қазір түсінік бар. Бір жақсысы, біздің қазақтарда жалғыз тұрмайды, туысқандар. Енді қазір ондай емес, көп кісілер, жалғыз басты кісілер өте көп. Егер байқаса, бірден жедел жәрдем шақыру керек. Жоқ, шақырмайды олар. Олар айтады, еш нәрсе қылмайды, кешке дейін кете қояды деп. Көп кісілер таңертең болған инсультті кешке жақын туыстары келеді де, енді қолдары босайды ғой. Кешке жақын келеді, ойбай, мына бір жағын істемей қалыпты ғой деп, ауруханаға алып келеді, уже 12 сағат уақыт өтіп кетеді. Кеш болады. Кеш болады. Сондықтан ондай белгілер болатын болса, міндетті түрде бірден хабарласу керек та. Сосын жалпы мына жедел жәрдем жүйесінде бір енді жұмыстарында ерекшелік бар. Егер 100% инсульт болмаса, ана ауруханаға алып барған кезде мәмсіз оған штраф салады ма, салмайды ма білмеймін, бірақ ауруханаға барған кезде мына науқасты неғып алып келдіңдер, бұда инсульт жоқ қой деп, жаңағы скорый помощьқа жедел жәрдем ұрсады. Өйткені ол әрине әрбір қимыл қозғалыс, ол қаражат, сондықтан сондай моменттері бар. Бірақ жедел жәрдемнің жұмысы, егер ол инсульт деп ойлайтын болса, ол міндетті түрде ауруханаға алып бару керек. Кейбір жедел жәрдемдер келеді, сіздің қан қысымыңыз көтеріліп тұр екен дейді, оны төмен түсіреді, науқасты үйінде қалдырып кетеді. Ол науқаста инсульт басталып жатыр. Сондықтан қазіргі енді жүйенің өзгеруіне байланысты білім деңгейін қадағалау. Білім деңгейінде емес, ол шамалы жүйе өзгерді. Қазір қан қысымы көтерілген науқасты ауруханаға жатқызбайды. Криз болып тұрған кісі болатын болса, жедел жәрдем келеді, кризді төмен түсіріп кетеді. Және ол науқас енді 100 адам ішінде 10 адам инсульт болып қалса да, ол өте көп деп ойлаймын. Бірақ қазіргі жүйе сондай қысымы көтерілген науқастарды ауруханаға жатқызуға мүмкіндік бермейді. Егер бұрын кризбен науқастар ауруханаға жатып емделген мүмкіндігі болса, қазір жүйе өзгерді. Жүйе өзгергендіктен жалпы алгоритмдардың көбісі өзгеріп кетті ғой. Ал білім саласына қатысты бір сұрағым бар. Еліміздің медициналық білімінің деңгейіне қандай баға бере аласыз? 5 саусақ бірдей емес деп айтамын бірден. Біз енді дәрігерлердің бәрі жақсы деп коллегаларымызды шаң жуытпаймыз ғой. Бірақ кез келген салада бар секілді. 5 қазақты жинайтын болсақ, 5-еуі 5 түрлі. Сол сияқты дәрігерлерде, егер 5 дәрігер отырып қалатын болса, 5-еуі 5 түрлі деп айталады. Оның ішінде жұмысына өте жауапкершілікпен жауап беретін дәрігерлер бар, немесе жұмысына салғырт қарайтын дәрігерлер болуы мүмкін. Сондықтан білім алу жүйесі де сондай. Егер 10 студент болатын болса, оның ішінде медицина сүйіп келген кісілер бар, ата-анасы міндеттеп, соны зорлап, мәжбүрлеп медицинаға келген кісілер бар, медицинаға келгенін түсінбей қалған кісілер бар, және медицинаны бітірсем де мен дәрігер болмаймын деп үміттенетін кісілер бар. Солар бітірген кезде дәрігер болып кететін кісілер бар. Сондықтан ол барлық мамандықтарда бар, бірақ міндетті түрде медицинаға келген кезде адамдар саусағымен шұқып көрсетеді. Ол жүргізушілердің ішінде бар, полицияның ішінде бар, мұғалімдердің ішінде бар,
депутаттардың ішінде бар, енді басқа да мамандықтардың ішінде бар. Оның ішінде қазір енді Алматы қаласында мына сейсмикалық жағдайға байланысты көп жерде асыра рұқсат беріліп кеткен белгілі болып жатыр. Мына салынбайтын үйлердің салынып кеткен белгілі болып жатыр. Ол да сондай өзінің жұмысына жауапсыздықпен барған жұмыскерлердің бар екенін көрсетеді. Сондықтан ол әлеуметтік құбылыс, бұл ешкімге жат емес. Сондықтан да медицинада дайындық өте мықты. Бірақ 5 баланы алатын болсаңыз, біреу сол жүйенің дайындау мүмкіндігін максималды қолданады. Сосын Кембриджде, Оксфордта әрі қарай білімін жалғастыру мүмкін, да? Егер оның базалық білімі нашар болатын болса, олар ол жақта бара алмайтын еді ғой. Сондықтан біздің мамандар шетелде қуана қарсы алады. Ал әрине сондай мүмкіндік болып тұрған кезде білім алмай, кейбір кезде қаражаттық тапшылықта болатын студенттер бар, амал жоқ кешке жақын барады, официант болады, күзетші болады, басқа да бір жұмыстар жасайды. Мына медицинаға уақыт бөлудің орнына басқа жаққа уақыт кетіп қалады. Сондай жігіттер бітірген кезде әрине медициналық білімінің деңгейі сәл төмендеу болып жатады. Сіз жалпы осы елдерде көп боламын деп айттыңыз ғой. Салыстырып айта аласыз ба? Біз қазір қандай деңгейдеміз? Қалдық деп айта алмаймыз ба? Қазақстан үшін өте жоғары деңгейдеміз. Қазақстан үшін. А өзге елдермен салыстырған кезде біздің медицинаның деңгейі салыстыруға сәл қиындау. Өйткені Америка құрама штаттарын алатын болсақ, ол жерде Обама Кейр енгенге дейін халықтың тек 45% ғана сақтандырылған. Халықтың 55%-інде сақтандыру жоқ. Егер ол ауырып қалатын болса, өз қалтасынан 100 мыңдаған, миллиондаған доллар ақшаны төлеу керек. Және ол жерде медициналық жүйе өте қымбат. Егер сен сақтандыру полисің болмаса, қораға кіресің ғой. Европада халықтың 100% дерліктей сақтандырылған, Германияда. Ол жерде егер ауырып қалатын болса, сенің басың ауырмайды. Жедел жәрдемге отырасың, вертолетқа отырасың, қажетті ауруханаға барасың, еміңді аласың. Қазақстанда әрине бір нақты жүйеге біз ұқсаймыз деп айту қиындау. Бізде жеке медицинада бар, қалтасынан ақша төлеп емделетін сақтандыру жүйесі де бар. Сондықтан біздің деңгейіміз біздің мемлекет үшін өте жоғары деп ойлаймын. Өйткені біздің территориямыз Австралиямен салыстыратын болса, шамалас. Австралияда 15 миллион халық тұратын болса, ол территориясы бойынша 6-шы орында. Бізде 20 миллион халық бар, территориямыз бойынша 9-шы орындамыз. Сондай үлкен территорияда бірдей деңгейде медициналық көмек көрсету мүмкін емес. Мүмкін ол логистикаға да байланысты шығар, иә? Енді ойлап көріңізші, Шымкентте Мақтаарал деген жер бар, Жетісай деген жер бар, ол жерде бір 2 миллиондай халық тұрады. Халықтың тығыздығы өте жоғары. Ол жерде егер медициналық қызмет көрсетілетін болса, ол аз уақытта үлкен тәжірибе алуға болады. Немесе солтүстік аймақтарды алатын болсақ, ол жерде 10 мың адам тұратын ауылдық аймақтар бар. Ол жерде дәрігер кісі жұмыс істейтін болса, оның тәжірибесі әрине тәжірибе алу үшін ұзағырақ уақыт керек. Елді мекендердің тығыздығына байланысты. Астанада жұмыс істейтін, немесе Алматыда, Шымкентте жұмыс істейтін дәрігерлердің біліктілігімен район орталығындағы, аудан орталығындағы дәрігердің біліктілігін әрине салыстыру қиындау. Өйткені бұл жерде технологиялар бар, науқастардың ағымы бар, поток дейміз. Сондықтан барлығы бірдей көмек көрсетеді өтірік болады. Халыққа өтірік айта алмаймыз ғой. Қалай бар, солай. Бағана айттыңыз ғой, өзге өңірлерге шығып, операциялар жасаймын деп, құрал жабдықтармен қамтамасыз ету жағы қаншалық дамыған елімізде? Егер мәмс ақша бөлсе, жағдайлары жақсы. Бәрі сол мәмске келіп тіреледі ғой. Жалпы жүйенің стратегиясы дұрыс деп ойлаймын. Бірақ жалпы жүйені жүзеге асыруда көп нәрселер
дұрыс қойылмаған деп ойлаймын. Өйткені мына кардиоорталықтар, кардиология орталықтары, ол жерге көп қаражат бөлінеді. Ол монопрофильдік клиникалар, және тек қана сол бір профильді кардиологияны дамытуға мүмкіндігі бар. Егер ол кардиология бөлімі көп салалы облыстық ауруханада болатын болса, қалалық ауруханада болатын болса, жалпы бөлінетін қаражаттың көп бөлігі бүкіл ауруханаға бөлінеді ғой. Егер ол монопрофильді болса, ол жерде тек қана бір салаға бөлінеді, олар әрі қарай дамый алады. Бірақ науқас қосымша бір аурумен түсіп қалатын болса, сәл қиналуы мүмкін. Көп салалы ауруханада науқасқа жағдайлар жасалған, бірақ сол жағынан науқасқа жағдай жасалмаған. Өйткені бөлінетін ақша барлық профильдарға бөліну керек. Ол енді көп балалы үйде сияқты ғой. Бір баланың тозған киімін киеді, аяқ киімін киеді. Сондықтан жетпеген тамақты көп кісілерге үлестіру керек. Сол тарапынан линейный шкала дейді, сызықтық шкала дейміз ғой. Сіздерде ақшаны артық бермейсіздер ғой. Осы ақшаны осы айға жеткізу керексіздер. Бір жылға жеткізу керек қой енді қаржыны. Сондықтан сондай жақтары бар. Сәл қиындау. Жасанды интеллект дейміз ғой. Ол медицинада қайсылардың орнын басуы мүмкін? Сіздің өзіңіздің жеке көзқарасыңыз қандай? Жалпы ол одан қорқудың қажеті жоқ. Болашақ дәрігер ол жасанды интеллектпен қатар жүре білу керек. Және жасанды интеллектті өте тиімді пайдалана білу керек деп ойлаймын. Өйткені ол интеллектті жазған, алгоритмін жазған адамдар. Ол адамдар қателесуі мүмкін. Ол адамдар қазіргі деңгейдегі жалпы қолданыста бар әдебиетті қолданып жазған. Ол әдебиет қате болуы мүмкін. Онда қолданылған дәрі-дәрмектер уақыт келе тиімділігі төмен болуы мүмкін. Жаңадан шығатын дәрілердің тиімділігі жоғарырақ болуы мүмкін. Біздің жалпы жасап жатқан нәрсеміз қате болуы мүмкін ғой. Өйткені егер 80-ші жылдарды алатын болсақ, мына асқазан ойық жарасы бар кісілердің асқазанында жара болса, оны билирод 1, билирод 2 деген операциямен жаңа асқазанын кесіп алып тастайтын. Сол уақыттың талабы бойынша ол өте дұрыс операция болған. Сол кезде. Жалпы ол адамды инвалид қылатын операция ғой. Жаңа асқазанның қышқылды сөл бөлетін жерін кесіп алып тастайсыздар да, сосын оны 12 елшекпен байланыстырады. Сол заманның талабына сай хирургтар жаңа ішті үлкен қылып кесіп сондай операция жасайды. Қазіргі таңда асқазанда ойық жара бар адамға хеликобактер пилори деген бактерия бар. Сол бактерия асқазанда ойық жарасын шығаратыны анықталғаннан кейін антибиотик береді. Жаңа сөл бөлетін қышқылды азайтатын дәрілер береді. Содан кейін ойық жара жазылып кетеді. Ота жасаудың қажеті жоқ. Болашақта енді қазір 3-4 дәрі беріп емделеді. Болашақта сол дәрілер күшейсе, ойық жарасы жалпы тарихқа кетіп қалған аурулардың бірі ғой. Ал қазір сол билирод операциясына ұқсайтын операция, мына слив резекция дейді. Адамдар артық салмағы болатын болса, семіз болатын болса, оларға хирургтар жаңа лапароскопиялық жолмен сөйтіп асқазанын кесіп тастайды. Ол да сол билирод операциясының модификациялары ғой. Қазір енді сол операциялар, асқазанын кесіп тастау операциясы ойық жараға емес, мына артық салмағы бар кісілерді емдеу үшін жасалып жатыр. Жалпы жоғары технологиялық медициналық көмек елімізде қазір көптеп жасалады, десе де азаматтар елімізде жасалатын операцияларға көп сеніңкіремейтін сияқты, шетелге барып жасаған операция тезірек сауығып кететін сияқты болып көреді. Неге азаматтардың сенімі ұялатпайды? Әлде дұрыс ақпараттандыру жұмыстары жүргізілмей ма? Не жетпейді деп ойлайсыз? Неге мысалы өткенде көршім Өзбекстанға барып операция жасап келдім дейді. Ол операция біздің елімізде жасалады, мәмс аясында жасалады, квотаға тұрғызсын десем, ой қойш, Өзбекстанның дәрігерлері мықты дейді да. Мен айтам, бізде де мықты дәрігерлер бар деп айтам. Сондай мысалдар көп та? Мысалдар өте көп. Бірінші кезекте біздің дәрігерлер туралы ешкім білмейді.
Енді мен өзім әлеуметтік желіде белсенді болғандықтан көп кісілер танып жатады. Мына аэропортта кетіп бара жатсам танып жатады. Мынжық сіз ба, сізбен бірге суретке түсейікші деп танып жатады. Сондықтан әрине мына әлеуметпен, азаматтармен жұмыс жасау, оның ішінде ақпараттық жұмыс жасау өте маңызды. Ол біріншісі. Екіншісі, жалпы мемлекеттік бағдарламада, мына Корея мемлекетін алатын болсақ, оларда жалпы мемлекеттік деңгейде медициналық туризмге көп көңіл бөлінеді, және олардың ауруханаларының жарнамасы көп нәрсеге, мына салық жағынан да, налоговый кодекс дейміз ғой, көп жеңілдіктер бар болуы мүмкін. Оны енді мен зерттеп көрген жоқпын, бірақ соның арқасында ауруханалар салық төлеудің орнына өзінің қаражатын сол жарнамаға бөлетіні өте ұқсайды. Содан кейін мен өзім 2016 жылы Кореяда болдым. Мына Кёнгидо деген провинциясы Сеулдың тұрған жері ғой. Олар жыл сайын шетелден келетін дәрігерлерге бөлінетін гранттар бөледі. Мен өзім бір ай сол жерде болдым. Менің сол жаққа баратын самолетімді, бір жақ бағыттағы самолетім төлеп берді. Апта сайын стипендия төледі, және сол жердегі ауруханада болуға рұқсат берді, тегін. Менің қалтамнан тек қана қайтатын жолының ақшасы ғана шықты да. Сондай бағдарлама біздің мемлекетте жоқ. Бізде көп жерлерде дәрігерлер келіп оқитын болса, енді біз өзіміз дәрігерлерді оқытамыз шетелден. Оларды тегін оқытуға жағдай жасаймыз да. Өйткені ол үйіне қайтып барған кезде Қазақстанда осындай нәрсе жасалады. Егер бұл қиын науқас түсіп қалса, бізді ұстаз ретінде көреді, бізге жібереді науқасты. Оған мемлекет тарапынан ешқандай бағдарламалар жоқ. Ол өте үлкен упущение дейміз ғой. Өткізіп алып жатқан нәрсе. Біздің қандай дәрігерлеріміз бар, олар туралы ақпарат беру, дәрігерлер көбісі өз туралы ақпарат беруге қорқады. Көз тиіп кетеді ма? Енді ондай моменттер көп қой. Одан кейін әрине ондай әлеуметтік желіде жалпы ашық болатын болсаң, ол қосымша жүктеме жүктейді. Сен сол статусқа сәйкес болу керексің да. Бірақ былай қарайтын болсаңыз, мемлекеттік ауруханаларда жұмыс істейтін дәрігерлердің жарнамасы жоқ дерліктей. Ал жеке ауруханаларда жұмыс істейтін дәрігерлер, олар науқас тарту үшін жарнама жасайды, тиктокқа түседі, басқадай жолдарын іздеп жатады. Сондықтан ол жерде жалпы халықтың біздің медицинада жасалып жатқан мүмкіндіктердің қандай мүмкіндіктер бар екенін білмейтінінде ғой. Жаңағы жасап жатқан операциялардың көбісі мәмс жүйесі арқылы қаржыландырылады. Бірақ біздің азаматтардың көзқарасы былай. Ауруханаға келеді, сіз оған айтасыз, операция шамамен 3 айдан кейін болады, өйткені бізде мәмстің кезегі портал бойынша. 1 жылдан кейін, 3 айдан кейін, 2 айдан кейін, соны сәл күте тұру керек дейсіз. Ол шыдамсыз ғой. Оған қазір керек. Ол айтады, мен қазір жатқыз, қазір емдейді. Кеше ғана бір әйел кісіге келіп, неге мені сіздер жатқызбайсыздар дейді. Енді барасыз, порталға тұрасыз, мәмс арқылы жаңағы направление аласыз деп айтсақ, бәріне бүгін жасау керек та. Сондықтан қалтасында 5-10 теңге ақшасы болса, мына Өзбекстанда бізден арзанырақ, дәрігерлердің жұмысы арзанырақ, ол жердегі төсектің құны арзанырақ, тамақтың құны арзанырақ. Сондықтан олар Өзбекстанға барады, Ташкентте енді жарнамасы жақсы ғой. Сол жақтан жасап келіп жатады, бірақ кейбір жағдайларда әрине ауруханадан шыққан выпискасындағы жазылған нәрсесі мен жасалған нәрсесі бір-біріне сәйкес келмей жатады. Оны да білеміз. Одан кейін біз енді сол жақта дәрігерлерді оқып жатқандықтан біздің Қазақстаннан барған азаматтарға айтады, неғып келдің? Сол Алматыда, Астанада, Шымкентте осындай нәрсені жасап жатыр ғой, біз сол жақтан үйреніп жатырмыз деп айтады. Сондықтан ол нәрсесі де бар. Ол бір жағы, екінші жағынан егер қарайтын болсаңыз, мына Дамумет деген жүйе, жалпы аурухана врачебная тайна деген болады, дәрігерлік құпия. Қазір дәрігерлік құпия жоқ.
Егер сіздің бір жеріңіз ауырып қалса, Даумометке енгізіп, Даумометке сіздің иінді енгізіп, бүкіл ақпаратты шығарып алуға болады. бүкіл тарихын жүктеп алуға болады. Жүктеп алуға болады. Сондықтан көп кісілер мына көтеншегінде геморрой болып қалса, соны көрсетуге ұялады. Басқа да бір қатерлік болатын болса, маған ұят, мен ешкім білмегенін қалайын дейді да, шетелге барып операцияны жасатып келеді. Ол да бар. Оны да ескеру керек. Өйткені Даумомет деген өте андай ашық жүйе ғой. Дәрігер ретінде айта аламын, ол жерде кіргізілген нәрселердің барлығы свободный доступта, және қазір күнде айтып жатыр ғой, мына ақпараттар Қытайға кетіп қалыпты, ақпараттар Ресейге кетіп қалыпты. Біздің телефонға мына мошенниктер звондайды да, айтады, Нацбанктан звондап жатырмын деп. Сол деректердің барлығы Даумомет арқылы сыртқа кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан соны кетіп қалған ұялатын кісілер болады, немесе оның жұмысына зиян келіп қалуы мүмкін кісілер шетелге барады да, соның бәрін жасатып келеді. Ал сіз көптеген елдің өкілдерімен байланыста екеніңізді білеміз. Жалпы шетелге жұмыс істеуге жиі шақырады ма? Ұстанымыңыз қандай? Шақырады. Жұмысқа шақырады. Жұмысқа шақырады. Әрине, жағдай былай ғой, мен Қазақстанда білім алдым, қазақ тілін білем, одан кейін болашақ бағдарламасы бойынша барып оқып келдім. Ұлттық нейрохирургияда сол болашақтың бағдарламасын өтедім, 7 жыл жұмыс істедім. Одан кейін 2 жерде бөлім аштым нейрохирургиялық. Ол жерде жас мамандар тәрбиеледім. Жалпы маған халқымыздың берген инвестициясын қайтаруға тырыстым деп ойлаймын. Енді қазір болды, жетеді, заттарын жинап шетелге кетем десем де, арым, намысым таза деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де әрине осы көмекке шетелге барып сандалып жүрген азаматтарымыз бар. Солар сол жаққа сандалмай қойсыншы, ол жаққа барған кезде көбісі тіл білмейді, жем болып қалады. Сол дүниенің бәрін Қазақстанда да жасауға болады ғой деген ұстанымым бар. Қазірдің өзінде де келіп ем алам деген кісілерге, енді Астанада квота бітіп қалды деп отырмын ғой. Президент іс басқармасы ауруханасында тамырдан операция жасайтын болсақ, бізде квота жоқ. Сондықтан азаматтарымыз қиналмасын деп, Алматы қаласында квота бар, Алматыға барып жасатасыздар деп айтып жатамын. Бірақ енді сіресіп тұрып алып, жоқ, квота жоқ, ақшамен емдел деп айтсам да болады. Өйткені мен денсаулығым бар, жаныма бөлетін уақытым бар. Соған қарамастан халқымыз қиналып қалмасын деп, енді Алматыдағы квоталарды пайдаланып, сол жақта операциясын жасап беріп жатырмын. Бірақ шетелге барып жұмыс істесем де күнімді көре аламын. Құдайға шүкір. Тіл білемін дейсіз ғой. Тіл білемін. Бір өзімнің жеке сұрағым бар. Тәжірибеңіз мол, көптеген жылдар бойы ота жасап келе жатсыз. Осы мотивацияны қайдан аласыз? Жалпы әр адамның планкасы болады. Планка дейміз ғой, өзіне қоятын бір шекарасы болады ғой. Кейбір кісілер қасындағы кісіге қарап шекарасы сол болады. Менің шекарам, планкам Германияда, Америкада жұмыс істейтін коллегаларым. Олар топ 10-қа кіреді, топ 100-ке кіреді. Солар сияқты боламын деген мотивациям бар. Солардан тәлім аламын, солардан тәрбие аламын. Жалпы планкамды сол кісілердің деңгейіне көтеріп саламын. Сондықтан үнемі соған жете алмай жүресің да, сондықтан өмірге тоймайсың ба. Сол дүниежүзілік деңгейге жетем, сол деңгейде қызмет көрсетем деп талпынғандықтан адамда үнемі мотивация болады. Ол бір жағы, екінші жағынан әрине жұмысымды жақсы көремін. Жасап жатқан ісімді жақсы көремін. Науқастарды қатты жақсы көремін деп айту қиын да, өйткені олар түнде ұйықтатпайды. Сосын енді жұмыс болғандықтан ол жерде неше түрлі нәрселер болып жатады. Адамдардың көңіл күйі әртүрлі болады. Қазір аурухананың директорының орынбасары болғандықтан негативпен келетін кісілер болады. Олар келді, бүкіл негативін төге салады. Сен қазір операцияға дайындалып отырсың ба? Ол ешкімді мазаламайды ғой. Сондықтан әрине
адамдарды жақсы көремін, бірақ осыдан бір 15 жыл бұрынғыдай жақсы көремін деп айту қиындау. Бәлкім мен қартаюға аяқ бастым ба, ол да мүмкін. Енді адамдарда сәл сабырлық деген нәрсе жоқ. Бәрі жаңағы айтып отырсыз ғой, жоқ маған бүгін керек деп. Мына автобуста өткенде жүргізушіні ұрып қойып, естен тандырып, адамдарды басып кетіп өлтіріп жатыр. Сондықтан біздің әлеумет өте қатты өзгерген. Енді біз 80-ші жылдарда, 90-ші жылдардың басында мектепте тәрбие алдық, ата-анамыз Кеңес одағын көрді, жалпы Қазақстан тарихында болған нәрселерді көрді, бізді солай қазақ ретінде тәрбиелеген болатын. Қазіргі жастарда, қазіргі халқымызда көптеген құндылықтарды біз жоғалтып алдық деп ойлаймын. Біз жоғалттық. Жоғалтайын деп жатқан жоқпыз. Көп нәрсені жоғалтып алдық. Асарлатып жіберу, көмектесу, қол ұшын созу, жалпы сондай нәрселер жоқ қой қоғамда. Глобализацияның бір себебі шығар. Глобализация емес ол. Адамдардың құндылықтарымыз жоғалтып жатырмыз. Адамдардың Еліктейтін шығар әлде. еліктемейді, құндылықтар ол жоғала береді ғой. Просто көп нәрсені біз ақшаға тіреп қойдық та. Ақшаға тірелген кезде көптеген құндылықтар ақшамен өлшенеді. Егер кейбір кезде біз тегінде консультация бере саласың. Европада ол енді тегін консультация беру деген жоқ. Ресейде ондай нәрсе жоқ. Сондықтан жаның ашып тұрады. Енді бір қазақтың баласы ғой деп кейде көмегін көрсетесің, соны бағаламайды. Кейбір адамдар міндетсінеді оны. Бұл біздің адамгершілігімізден болып жатқан нәрсені түсінетін адамдар аз. Олар ойлайды, бұл бәрін консультация жасайды, бізге де консультация жасай салады деп. Сондықтан көп нәрселер бар енді толғандыратын. Балдарға қарайсың, қазір мына кішкентай қыздар, мен мектептегі ұлымды өткенде сабап қойыпты да. Сол қыздарға қарайсың, бұрын қыз баласы еркек кісіге, ер балаға аяғын көтеру деген ол естілмеген нәрсе болатын да. Қазір қыздар жиналып, ол балдарды ұру, ол бір нормаға айналып кетті. Сондықтан көп нәрсе өзгерді біздің қоғамда. Жалпы қазақи тәрбие деген нәрсе қазір шамалы мутациядан өтті, модификациядан өтті. Енді сол. Не жетпейді деп ойлайсыз? Қалай біз қайтадан ораламыз? Құндылықтарымызды қайтаруға болады? Ел болам десең, бесігің түзе дейді. Ол енді қазақ отбасында жай айтпайды ғой. Қазір үлкен кісілер түзеуге тырысып жатыр да. Негізі бала жалпы мемлекеттік стратегия болу керек. Мемлекет деңгейіндегі стратегия болу керек. Және мемлекет деңгейіндегі стратегия роддомнан басталу керек қой. Бала туылған кезде сол жерден бастап ата-аналардың туылған баланың құлағына құйылу керек та. Баланы жастан дейді ғой. Баланы жастан дейді. Сондықтан сол тәрбиені біз қайтармасақ, енді Қытайдағыдай боламыз. Қытайда ешкімді аямайды ғой. Олар көп, 1,5 миллиард өлтіріп қоя салады, жұмыста ұрады, қызметкерлерін ұрады. Сондай деңгейге түсіп қалмасақ болды. Жаңа біз бала деп айтып жатырмыз ғой, әрқайсымыз бала өсіріп жатырмыз, бала тәрбиелеп жатырмыз. Медицина тақырыбын жаңа қозғап жатырмыз. Әрқайсымыз артымыздан не қалдырамыз, балаларымызға не қалдырамыз дейміз. Осы медицинада нені өзгерту керек деп ойлайсыз? Өз дәрігер ретінде, мысалы, мен мысалы журналистпін, сіз дәрігерсіз, бұрынғы мені салыстырғанда не жетпейді деп ойлайсыз қазір бізге? Мен ойымша еш нәрсені өзгертудің қажеті жоқ. Өзгерту деген реформа деген нәрсе ғой. Реформа деген Қытайларда бар ғой. Нені дамыту керек? Қытайлар қарғаған кезде былай айтады екен да. Жить тебе в эпоху перемен деп. Бізді біреу қарғап қойған сияқты. Ал жалпы егер серьезно айтатын болсақ, серьезно деген қалай? Қалжыңсыз айтатын болсақ, қазіргі заман ол өзгерістер заманы.
бізде енді сол тоқырау заманындағыдай застойный период дейміз ғой. 10 жыл бойы бір нәрсе, бір орында тұрып қалған нәрсе енді болмайды. Біз өзгереміз, жүйеміз де өзгереді, күнделікті аяқ алысқа байланысты жүйе де өзгеріп отырады. Менің ойымша, былай кардиналды түрде мына нәрсені өзгерту деген жоқ. Жалпы министрлік адамдарға құлақ асу керек, азаматтарға, дәрігерлерге құлақ асу керек, санитарка мен медсестраға құлақ асу керек. Солардың ойындағы нәрсесін білетін болса, неғұрлым жүйе эмпатиялық жағынан мықты болатын болса, біздің медицина мықты өзгерістерге қол жеткізеді деп ойлаймын. Өйткені мына Америкада Кливленд деген клиника бар. Солардың негізгі басымдылығы ол клиниканы олар эмпатиялық жағынан алдыға сүйреген. Адамдардың бір-біріне жаңағы сүйіспеншілігі, жанашырлығы, адамгершілігін егер сол жүйенің төбесіне қоятын болса, адамдар өзгереді деп ойлаймын, жүйе өзгереді деп ойлаймын. Сондықтан сол нәрсеге егер қол жеткізетін болсақ, жалпы мына технологиялар, жасанды интеллект оның барлығы келе береді ғой. Бірақ әрбір жүйенің, медициналық жүйенің құндылығы ол адам. Жылы сөз айту, қолынан ұстау, оны бірде-бір жасанды интеллект жылы сөз өзі емдейді ғой адамды, иә? Жасанды интеллект шекеңе лақ еткізе салады ғой. Иә, қатерлісің сен де өлесің деп. Сондықтан бізде енді жастайымыздан сөйтіп айтып қалуға бір кездер болғанда шығар. Бірақ қазір адам қиналып тұрса да, бәрі жақсы болады, аяғыңа тұрып кетесің деген нәрсені айтуға енді бір жағынан алдағанда болуы мүмкін, бірақ адамдар алдағанды жақсы көреді. Олар кейде шындықты естуге дайын емес. Кейбір кісілер болады, 10 жыл ауырған, аяқтар паралич болып қалған, айтасың, енді осылай қаласың десең, ол саған ренжіп қалады. Туысқандары ренжіп қалады. Неге сіз сөйтіп айтасыз деп менде бір рет болды. Әрине дәрігер ретінде түсініп тұрсың, ол енді болмайды, келмейді орнына. Бірақ сонда да неге сіз оған айтпадыңыз? Мына бәрі жақсы болады, Құдай қаласа аяғыңа тұрып кетесің деп. Жасанды интеллект деп айта алмайды ғой. Адам алдап сулап, шамалы дем беруі мүмкін. Сондай жақтар бар, оны естен шығармау керек. Енді мұндай сұрақ, иә? Медициналық сақтандыру жүйесін де жаңа сөз еттік қой. Елімізде енгізілгеніне 5 жылдың шамасы болды. Ал Германияда мысалы бірнеше ғасыр бұрын енгізілді. Тай-тайлап енді аяққа тұрып жатыр біздің елімізде. Жаңа айтып жатырмыз, бала-шағамызға не қалдырамыз, келешекте не. Жалпы осы мәмс жүйесі керек пе біздің елімізге? Мысалы, әркім әртүрлі ой айтады. Мәмс жүйесі керек жоқ, жойылсын дейді. Егер мәмс жүйесі болмаса, не болады біздің елімізде? Жоқ делік, алып тастады. Оның қандай да бір альтернатива бола ма? Меніңше, мен де ойланамын соны кейде. Мықты ойланасыз ғой. Мықты ойланасыз. Менің ойымша бұның альтернативасы бар. Мәмс толықтай алып тастап, мемлекеттік қаржыландыруды алып тастап, не болады сонда? Ақылы медицина жасау керек. Адамдар көру керек та. Қазір ақты көріп жатыр, ақты көріп жатыр, ақты бағаламай жатыр. Бағаламай жатыр. Егер оның қараңғы жағын көрсететін болса, адамдар бір жыл өткеннен кейін, 2 жыл өткеннен кейін, жоқ, былай біз өмір сүре алмайды екенбіз, бізге қайтадан сақтандыру жүйесін қайтарып беріңдер деп айтуы мүмкін. Бірақ ол кезде толықтай мәмс жүйесі жоғалып кететін болса, ол механизмдердің барлығы жоғалып кететін болса, оны қайтадан қалпына келтіруге мүмкіндік болмай қалуы мүмкін. Қолда бар алтын қадірі жоқ қой. Дәл сол. Қазір енді 100% азаматтарға көмектесуге мәмстің қауқары жоқ. Оны да мойындауымыз керек. Мойындау керекпіз да. Және мәмс жағынан біз сіздерге барлықтарыңызға көмектесемін деген, ол да қате нәрсе. Әрине мәмстің ішінде өте иіліп тұрған механизмдер болу керек. Қаттырақ көмекке жедел тапшы кісілер болады, әлеуметтік жағдай нашар кісілер болады, соларға қосымша бір ертерек көмек алуға мүмкіндік беретін механизмдер болу керек деп ойлаймын. Және жалпы артық жарнама беруді қою керек мәмс. Біз солай істей аламыз деп. Істей аласың ба?
осы нәрсені істей аламын, мына нәрсені істей алмаймын деп, мынау осылай, мынау осылай деп айту керек деп ойлаймын. Жоқ, азаматтар бүйтеді да, бұрын бізде медицина тегін болды деп соны айта береді. Тегін болды ғой, бірақ қол жеткіліксіз барлығына болды. жетпеді ғой, иә. Бірақ ұмытып қалған секілді, иә. Қазір емес, или қазір жалақысынан ұсталады, сол себепті сезіле бастады ма? Өйткені екінің бірі дәрігерге жүгінген жоқ қой. Қазір мысалы бәрі сол екінің бірі жүгінбейді десе де, сол ақша төлеп дәрігерге бармағаннан кейін күйінетін секілді. Жағдай былай ғой, азаматтар түсіну керек. Германияда 65% салық салынады. Оның ішіне жаңағы мәмсі де кіреді, пенсионный де кіреді, басқа да бір нәрселер кіреді, шамамен 65% салық салынады. Израильде жобалас мөлшерде салық салынады. Бізде енді ол салықтар подоходный налог дейміз 12%, зейнетақы қоры 10%, мәмске бір 2-3%, соның бәрін қосқан кезде, дегенмен де біз қазір салықты азырақ төлеп жатырмыз да. Мемлекет өз тарапынан солайынан салықты жоғары көтеріп тастауға мүмкіндігі бар. Қазір енді оны әртүрлі мақсаттарға деп бөлініп жатыр ғой. Бірақ түбінде 50%, 65% салық төлеп қалуымыз мүмкін. Осы сүріп жатқан күнімізге жете алмай қалуымыз мүмкін. Енді ол қазір көптеген мүмкіндіктер беріп жатыр ғой. Бірақ түбінде сондай нәрсе болуы мүмкін. Және менің ойымша, сондай салық төлеген күннің өзінде де біз Германияның медицинасына жетпей қалуымыз мүмкін. Басқа жолға кетіп қалуымыз мүмкін. Барды бағалау керек қой. Қолдағы бар алтынның қадірін қазір түсінген дұрыс деп ойлаймын. Сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз. Менде мындай сұрақ, ол жеке сұрақ болуы мүмкін. Жалпы сұхбаттың басында әкем әнші болған деп айтып өттіңіз, е? Ата-анаңыз жайлы айтып өтсеңіз, жалпы балалық шаққа оралғанда не есіңізге түседі? Баламаңшылығы қандай болды? Мен Тұрсынбек Қабаттың біраз нелері бар ғой, әзілдері бар ғой. Сонда айтады да, көп қалжыңдары бар, соны балаларыма айтам ғой. Біз 92-93 жылы талон беретін деймін. Сол талонмен барып магазинге тұрасың, еще ол магазинде сол тауар болмай қалуы мүмкін. Бір жылдары қатар тек қана күрішті суға қайнатып жеген кездеріміз болған деп айтамын. Енді ол бастан өтті ғой. Ауруханаға түсіп қалған кезде тұмау болдық па? Ол кезде одноразовый шприц деген жоқ. Көп рет қолданылатын шприцті қайнатады, оны жаңағы медсестра жинайды, оның инесі тупой болып қалған, жаңағы көтеніңген пенсилинді салады. Сосын оймелейсің инені кірген кезде. Қазір енді барлығы одноразовый, оның барлығы ақшаға сатып алынады. Соны біз сол кездерді бағаламаймыз. 98 жылы Қарағандыға түскен кезде академияға көп салалы ауруханада бір таныстарымыз аптекада жұмыс істеді. Сол түнде жылап отыратын. Бір бала түсіп қалды, ножевоймен түсіп қалды, аппендицитпен түсіп қалды. Дәрігерлер осындай үлкен список жазып береді, ішінде бинті бар, матасы бар, соны науқастар өздері сатып алатын. Ондай уақыт болды ғой. Алғаш сақтандыру жүйесі енгізілейін деп ақшаның барлығы жоқ болып кетті де, мемлекеттік жүйеге қайтып келдік те. Көп нәрсе болған жоқ, соған қарамастан медицина алдыға жүрді. Енді мамам бізді қарады, үйде болды, папам әртіс болды, филармонияда жұмыс істеді. 3-4 айға кетіп қалатын гастрольге. Соның барлығы есінде. 8-ші класстан бастап папама көмектесіп бірге ән айттым, сахнада жүрдім. Енді ерте жұмысқа кірісе бастадым. Оның барлығы өмірде үлкен көмегін көрсетті деп ойлаймын. Өйткені егер папамның жанында жүріп сахнаға шықпасам, ашылмас едім. Адамдармен сөйлесе алмас едім. Ән айттым. Жақында Қыдырәлі мен Қарақаттың
жақсы адамдарым деген бағдарламасында мамаммен бірге 8 мартқа арналған бағдарламасында болдық. Сол жерде ән айтуға өтініш айтты. Сахнада теледидардан ән айттым. Ол жерде Димаштың әжесі болды, әкесі болды. Сосын Дәурен деген брат или брак деген кинода ойнайтын актер ғой. Сол мамасымен бірге болды. Сосын Ерболат деген біздің журналист досымыз, GG Talk'ты жүргізетін, сол жігіт мамасымен болды. Мықты бағдарлама болды. Сол жерде ән айтып бердім. Әрине, балалық шақтан еске түсетін жылы мезеттердің көбісі бар. Бірақ қиындығы да болды ол кездің. Жаңа күріш жедік деп отырмын. Қызылордада күріштен басқа тамақ болған жоқ. Нанға очередьте тұратынбыз. Оның барлығы есімде. Көптен көп рахмет сізге. Алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп, беймәлім нәрселерді айттыңыз. Мақсат екеуміздің сұрақтарымызға барлығына толымды, тұшымды жауап бердіңіз. Жұмысыңыз жемісті болсын.